Міне аралар бізде тынбай жұмыс істеуде. Керемет. Керемет енді. Көңілге қонатындай жұмыс жасап жатыр екен. Құдай қаласа биылғы жеміс өте керемет болайын деп тұр. Уражай деп айтады ғой. Мынау біздің бір омарта. Осы сияқылдан 12 бар. Қазір тағы үшеуін аралап үлгерсек үлгердік, үлгермесек бізге бүгін инспекциядан комиссия келіп жатыр. Араларға учетный номер алып жатыр. Анализға өткізген кезде балдың ішіндегі заттарда таза болып шығады. Сол себептен бізде ең жоғарғы сападағы бал ара өнімдері, өздеріңіз көріп тұрғандай, міне аралар жұмыс жасап жатыр. Алдына тұруға болмайды негізінде, өйткені кіріп шығады ғой. Өздерінің трассалар болады ауада, ұшып келіп қонатын. Міне омартада жинап жатқан жерде жеген, бұл енді сөзбен айтып жеткізу қиын. Мына аралар толығымен мынаны мөрлейді. Опечатка деп айтады оны орысша, қазақша мөрлеу. Сосын кейін полный опечатка болғаннан кейін біз бұны качка жасаймыз. Әзірге мынау әлі 2-3 күн күтетіндей уақыт бар. Сол себептен келіп ревизия жасап жатырмыз омартаның басында. Үшінші омарта міне келіп түсіріп жатқан. Қазір бұл жерді де ашып көреміз. Көрдіңіздер ма, бізде бұл жерде табиғи өлке, ешқандай завод жоқ. Мына қаладан 140 шақырымдай жер біздің омарта. Себебі кез келген жерде қаладан, базадан, жаңағы производственный заводтардан алыс болған сайын балдың сапасы да, ішіндегі құрамы да. Рахметуллахи баракат. Міне үйге аман есен жеттік. Сіздерге жарнама ретінде 2024-тің өнімі, бұл балара өнімі. Мед сотақ деп айтады, омартадағы бал деп айтады. Қазір енді бұны алып бисмилля деп жеп көреміз. Бисмилля. Бомба ғой енді, бомба. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, құрметті ағайындар. Сіздерде керемет мүмкіншілік. Бал жеу арқылы Алла Құранда айтқан ғой, араны жараттық, араның қарынан бал шығады, сол сіздерге шипа деп. Сондай керемет Өскеменнен біз табиғи бал әкелдік барып өзіміз бауырлар. Сол балды жеу арқылы сіздер керемет қайырымдылық жасайтын мүмкіншіліктеріңіз бар. Мұғжиза қайырымдылық қорының жәннат бақшалары 25 баспана жесір аналарға жасап атқан керемет жобасына сіз бен біз боп бал жеу арқылы керемет ат салысуға мүмкіншіліктеріңіз бар бауырлар. Құрметті бауырлар, көпшілігі сұрап жатыр, 25 үй неге бітпей кетті, не болып кетті деген нәрсе. Ол сұрайтын нәрсе. Енді айтатын нәрсе, құрметті бауырлар, қаншама ызборлар түсірдік, халықпен бірігіп осындай деңгейге жеттік. 25 үйдің өзі толыққанды бітті, Аллаға шүкір. Енді бізге керек қаржы 40 миллиондай теңге болатын болса, оны тапсыратын едік. Енді қандай жұмыстар дейтін болсаңыздар, сол жерге асфальты, жолы, яғни суы, септігі, осыларды бітірсек халықтың игілігіне үйді тапсырамыз. Енді бұны бітіру үшін қайтадан сбор ашу емес, сауда саттықпенен, яғни сіздер бал жейсіздер, әрі қайырымдылық жасап 25 отбасыға үй сыйлаған боласыздар ғой. Сондықтан төмендегі номерге хабарласып, балды алсаңыздар, кез келген қалаға жеткіземіз бұйырса, сіздер 25 үйдің бітуіне себепкер болатын едіңіздер. Бауырлар, Қайрат деген өскемендік ағамыз таза табиғатта Өскеменнің тауында жиналған балды бізге қайырымдылық деп төмен бағада беріп жатыр. Біз соны сату арқылы Алла нәсіп етсе мынаны бітірсек па деп жатыр. Ақша сұрап сбор түсіре бермей, сауда арқылы Қайрат ағамыздың қолдауымен және сіздердің қолдауларыңызбен осыны халықтың игілігіне беріп тастауымызда Аллах тағалам нәсіп етсін бауырлар. Барынша қолдаңыздар. Енді бауырлар, осы күнге дейін жәннат бақшаларына 600 миллиондай ақша жұмсалып, сондағысы бауырлар 40 миллион қалған кезде 40-ына шыдап 41-не шыдай алмай жатыр. Бауырлар, бал алып көмектесіңіздер. Бал алмасаңыздар мүмкіншілігінше ақшалай көмектесіңіздер. Алла берген садақаларыңызды қабыл етсін. Бұл балды өздеріңіз сатып алып жеп көмектесе аласыздар, немесе магазиндері бар кісілер сатып алып магазиндеріңізді қойып сату арқылы үлестеріңізді қоса аласыздар. Бізге онсыз да жәннат бақшасынан 25 үйіне садақа салып жүрген ағайындар бұл нәрсеге үлес қосады деп ойлаймын. Баршаңызға Алла разы болсын.